Il y a le bleu, il y a le bleu. Алания қаласынан Анталия қаласына келдік. Бұл жақта да күн ыстық екен. Қазір Отогардамыз. Отогар деген жалпы бізде мысалы автовокзал деп айтсақ, бұл жақта Отогар деп атады екен. Енді бұйырса қазір өзіміздің отельге барып жайғасатын боламыз. Сонда рум-тур жасайтын болам. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Анталия қаласы енді бір Аланиядан қызып тұр екен. Мына жақта енді орыстарды көп кездестіре бермейсің, шетелдіктерді. Мына жақта өздерінің местныйлары көп екен. Түріктер өздері, сосын европалықтар. Мына жақта да бір мына жақ Стамбулға ұқсайды екен. Қызып тұрған өмір. Ал Аланияға барсаңдар, Алания тыныш қала. Lira. Kredi kartı Қазір мен бұйырса отельде боламыз. Анталиядан алған отеліміз. Осылай. Біз әдейі түрік стилінде алдық. Отельден шығып, қазір Анталияның пляжына барып тұрмыз, бұйырса қазір. Анталияның суға түсетін жағалауы. Мысалы Аланияда песок сразу әдемі пляж кетсе, бұл жақта биік таудан төмен қарай кетеді екен. Аланиядағы сияқты былай төменірек кететін пляждар жоқ екен бұл жақта. Қолыңа бір чипсіңді алып, согыңды алып, жерорта теңізіне қарап отырған керемет болатын сияқты. Жерорта теңізінің жағалауы Анталиядағы осылай екен. Анталия қаласының пляжын көрдік. Жақта қайығында көп екен, соған көзім жетті. Енді қазір тамақтанып алсақ деп отырмыз. Мынандай алдық. Екеуін қосқанда 20 лираға шықты. 5 теңге шыққанда 500 теңге. Мен тәртіпсін алдым.
Ошо менен аны көрейик деп турмуз. Бисмилля деп. Нан кәдімгі нан. Сосын балға матырылған сақылды. Балдың дәмі шат, бірақ бал емес, басқанда ерекше бір дәмі бар. Көріңіздер. Күшті. Міндетті түрде көріңіздер. Ал міне мынаның ерекше осынан. Осынан симиттің өзі көріңіздер. Ең керемет сол дәмі қатты ұнаған болатын. Біз мынандай тамақ бердік. Мұнда орыс тілінде жазған екен. Менің бір жақсысы шашлык из курицы берді, Жанболат. Ал мен болсам пицца смешанный бердім. Biraz көреміз. Креветкамен берейін дегем, бірақ ұнамайды ойладым, көрмей қойын дедім. Морепродуктыны қатты ұната бермейін. Bu da Zahid. Zahid pizza. Kazakistan. Ferhat. Ferhat. Ben Yusuf. Yusuf. Тамақтанып алып, енді сол Анталияны біраз аралап қайтақ деп отырмыз. Ала қатса. Мынандай мороженеді негізі Аланияда да, Стамбулда да көп сатпайды екен, ал Анталияда көп сатады екен бұндай. Біз көп таба алмаған болатынбыз. Біз қазір Анталияның үстіңгі қаласына шыққалы тұрмыз. Анталия жалпы міне төменгі және жоғарғы болып бөлінеді. Үстің жағына көтеріп келе жатырмыз. Жалпы лестницамен көтерілуге болады. Сосын арнайы лифті тұр. Сол лифт арқылы Анталияның жоғарғы жағына көтерілуге болады. Ол тегін. Анталияның төбесінен Жерорта теңізіне қарайтын жағына бара жатырмыз. Төбеден қарайтын. Қазір 5 сұрада боламыз. Аланиядан қарағанда ұзақта мегаполис екені кәдімгі білінеді. Адам өте көп және қызық тұр. Әр жерде базар, адамдардың астығы, тіршілік қызған тіршілік бар. Жаңа сіздерге айтқан астынан тегін орналастырған. Осылай тегін көтеріліп, төмен түсіп, жүре аласыздар. Ал мына жағынан кейінгі Анталияны көре аласыздар. Анталия негізінде таза қала екен. Бәрі өз орнымен орналасқан, әдемі. Стамбулға барсаңыздар, Стамбулда кейбір жерінде мусор болады, қоқыстар сондайлар бар. Ал Анталия тап-таза. Бұл жақта Анталияда трамвай, метро және автобус қатынайды. Бұл жақта Стамбул сияқты өзінің мысалы Стамбулда Стамбул карт деген бар. Ал бұл жақта Анталия карт деген бар екен. Соны пайдалана аласыздар. Granata SML lira. S 30 lira, M 33 lira, L 35 lira. Tengеге шаққан астында тұр. Granatoy. Abilerimiz Kazakistan'dan geliyorlar. Merhaba. Hem de köyünden değil, merkezden. Gelsin diye yaptım. Semih. Semih. Assalamu alaikum. Ümniye Ston Almatı. 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 Almatı güzel mi abi? Çok güzel abi. Ya löblü. Almatı. Sen ne iş? Spor? Yes. Güreş. Maşallah kardeşlerim. Kulaktan belli bak hemen. Güreş. Yiyeceğini aldım. Size dәмін көретін боламыз. Жаңа кісі Алматыда тұрыпты. Teşekkür. Allah razı olsun. Короче, бананнан, қауыннан жасалған түрі. Тәп-тәтті. Мынау қою екен. Банан орнын алып тұр. Әмді екен кәдімгідей.
негізі сол біз Аланияда да көрдік, Стамбулда да көрдік, енді міне Анталияда да көріп отырмыз дәмі. Күшті дәмі. Уже біртіндеп осы фрешқа да үйрен келе жатырмыз. Дәмі қатты ұнап қалды өйткені. Мысалы мынандайлар 350 лира теңгеге шаққанда не астында тұр. Мына джинсылар, мысалы қара джинсылар 400 лира. Мысалы қыздардың киімі 250 лира теңгеге шаққанда астында тұр. Мынау 260 лира. Мына бір киім 350 лира. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Kazakistan. Kazakistan merhaba. Анталияда, ана Стамбул мен Алания мен салыстырғанда тамақ бағасы да арзан, киімдері де барлығы арзанырақ екен. Keşke Antalya. Бізде таңғы сағат 10:30. Бұйырса қала жаққа барып, орталығына барып, тамақтануға кетіп отырмыз. Анталияның негізі көшелері кең екен. Ал Аланияда тығыз орналасқан, Стамбулда тоже тығыз орналасқан негізі көшелері. Бұл жақтікі кейін орналасқан. Мен біз нарада тамақтанып деп отырмыз. Мына жақта бағалары пиделер 41, 40, 35 лира. Манжун деген 23 лира. Өте арзан бағада 96 лира теңгеге шаққанда астында тұр. Ал біз сол бағада, мысалы 120 лираға Стамбулдан бір донер алатынбыз. 120 лираға. Оны өзі соқты қоспағанда. Ал мұнда 2 тағам және согымен 90 лираға шықты ғой. Аланияның өзінде тамақтың бағасы қымбат. Біз енді ойлағанбыз ғой, Түркістан барлығында солай деп сөйтсек, негізінде ол жақ қымбат екен. Ал Анталия ең арзан жер екен. Сол себепті келетін болсаңыздар, Анталиядан бастаңыз, если ақша көп кетпесін, тиімді бағада, жерорта теңізінің жағалауында демаламын десеңіздер, бұл жақта сол отельді арзан, тамақ та арзан, киімдер де барлығы арзан. Еще қызықты қала, үлкен мегаполис қой бұл Анталия деген. Сосын айта кетейік, ұмытпаңыздар, арнайы отель бронировать етемін десеңіздер, Booking.com арқылы бронировать ете аласыздар. Ең арзан бағада сонда шығатын болады. Өзіңіз қалаған районыңыздан, қалаған бағаңызда бронировать ете аласыздар. Тамағымыз келді, пиде мен лагман жүн. Мен қасы салат бар екен, салатымен ел. Күн деген примерно бір 30-35 градус болып тұрау шамасында. Өйткені таңертең шыққанда қатты ыстық болмаған болатын. Қазір қатты ысып кетті. Бұл жақта көрдіңіздер ма? Машина деген адамдар да жол ережесін мүлдем сақтамайды. Күн сататын жер. Teşekkür. Берса лукум дегенде бір жес көрек деп тұрмыз. Алғаса. Казакистан. Астана.
Almatı. Nursultan. Hoş geldiniz. Papaner burada. Ha, şey. Ağzını tekrar. Pahlavan ben birlikte oturmuş. Sadece Merhaba abla. Merhaba. Pahlava ne kadar? Pahlava ne kadar? Hangisi? Hayırlısı. Bunlar 300 lira. 280 lira kilosu. Geliyor. Ha, 250, mынау 280, мынау 300 дейді. 280 лира. Nereye götüreceksiniz? Осы жерден пахлава алдық. Қазір 280 лираға 1 килограммын алдық. Өте көп. Енді қазір отельге барсақ да жейтін шығармыз, арада бітіре алмаймыз енді. Ары кетсе бір үшеуін ғана жей алатын шығармыз. Пахлавасын көріп тұрмыз. Стамбулды көрген болатынбыз. Енді осы Анталияны көрейік. Міне мынау фисташки, сосын греческий орех қосылған. Қазір көрейік. Өте дәмді, çok güzel ғой. Өте дәмді. Бір тарихи бір ғимаратына келдік. Кіру тегін. Бұл бір қақпа болған ғой деймін сірә. Біз кешкі Анталияға қарайтын жағына келдік. Смотрим площадка с нами. Кешкі Анталия. Еркек ойнайды. Міне біз отельден шығып, бүгін ұйқымызды аз шығандырдық. Кеше қалада түнгі сағат 12-дің жүрдік та. Сонымен кеш жатқан болатынбыз. Енді қазір түскі уақыт примерно 1 болды. Енді қазір Анталияның жағалауын көрейік деп тұрмыз, пляжын. Берса міне қазір Анталияның пляжына барып жатырмыз. Өйткені біз тұрған районда арнайы пляж жоқ, суға түсетін. Яғни біз біраз жүретін боламыз, бір 2 километр маған сондай болады. Сосын қазір Анталияның пляжын көретін боламыз, қандай екенін. Өздерінің туын қатты қадірлеп құрметтейтіні соншалық әр мысалы площадьқа, алаңға барсаңыздар, паркке барсаңыздар, осы ең биік нүктесіне өздерінің туын желбіретіп қояды. Біздің Қазақстанға да сондай нәрсе орнатып қойса керемет болатын еді. Енді біз берсе міне осы пляжға баруымыз керек. Анадан төмен қарай түсуіміз керек. Бұл жақта пляж орналасқан. Су мөп-мөлдір.
туға түсетін алдында бір тамақтанып алсақ деп отырмыз. Бұйырса міне қазір тамақ ішіп болғаннан кейін астыдағы пляжға баратын боламыз. Сонда көресіздер. Болып енді міне пляжға қарай астыға түсіп бара жатырмыз. Ана жақта міне самокат қатты тебеді екен. Аншама самокат. Ана жақта да. Бұл жақтікі тас екен, ал Аланиянікі песок болған болатын. Бұл жақтікі ашық тас екен. Сол бірақ тап-таза тоже. Ана жақ шетінен кете береді пляждар. Жақты су мөп-мөп. Біз пляжға түсіп болдық. Енді қазір отельге бара жатырмыз. Біз Анталияның торговый центрінде жүрміз. Барлығы 89-90 лира екен. Міне, алар, салнандайлар чикенмен бірге 67 сондай лира. Теңгеге шаққанда астында тұр. 35 лира екен. Комбо. На двоих 57 лира дейді, сонда теңгеге шаққанда арзанға шығып тұр, астында тұр. Мен біз Анталия қаласында торговый центрда жүрміз. Сол жаңа видеом жалғастырып түсіріп атқан едім. Полиция келіп түсірмеуді сұрады. Видеоға түсіруге болмайды, анау мынау деп. Бұл жақта сауда орталықтарында видеоға түсіруге болмайды екен, бір қызығы. Әлде маған әдейілеп істеді ма? Или білмеймін, бірақ түсіруге болмайды екен. Сол жағы жаман екен. Анталияда бір жарменке болып жатыр екен. Міне 13-нен 16-сына дейін деп тұр. Біз соған түсіп тұрмыз, бүгін басталыпты. Осылай жарменке. Әзірбайжандікі. Әзірбайжандікі. Украинанікі. Украинанікі екен. Әр елдікі. Тағамдармен, сондайлармен таныстырады ғой деп. Аксессуарлармен. Hadi ya inşallah benziyor öyle gider. Adam öte көп екен. Концерт болып жатыр, бірақ мына жерге кіру деген біраз уақыт алатын секілді. Міне біз концертке кірмей қоюды шештік, өйткені анда адам деген өте көп екен. Сосын біраз тексеріспен кіргізіп сөйтеді екен де, біраз уақыт алады. Сонымен қандай әнші айтып жатыр, ондай білмейміз да, сол себеп керек емес деп шештік. Енді ары қарай кешкі Анталияны аралаймыз. Берсі. Diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Seni Pakistan, elimde götür. Çal bella çal, bella çal. Біз медия көргелі тұрмыз, бұйырса. Бұйырса медия көрек деп тұрмыз. Медияның дәмі енді айта алмадым. Кәдімгі күріш, сосын оның үстіне лимонды бет қысып берседі. Лимонның кислыйымен біраз кәдімгі піскен күріш, суға піскен күріштің үстіне просто лимон сесі ғой, дәмі қосып дегенде сондай. Анталияның көшелері әр көшесіне барасыздар. Музыкамен біреу өлең айтып отырады, біреу билеп жатыр. Көңілді. Шаршағансаңыз, шаршағаныңыз ұмытып кетесіз. Әр көшесіне барасыз, қызыққа толы да. Енді бет жалқы келе жатқанда бір көшесі шығады. Омен барса ұйқыңыз ашылып кетеді. Сондай ғой. Күшті бұл жақ.
Biz magazin келдік. Қазір арахис алып алайық деп тұрмыз. Мен мынандай түрін алдым. 13 лираға. Ал екіншісі острый түрмен. Екеуі бірге. Теңгеге шаққанда 26 лираға шықты. Астында тұр. Күн бұлтты, жаңбыр болып тұр. Керемет әсер. Біз осылай кешкі Анталияны жаңбырдан кейін әдейілеп шықтық осы жағалауға. Найзағайдың көрінісін көру үшін. Осындай әдемі көріністі қарап отырудан көзін жалықпайды. Міне біз Анталиядағы отелімізді өткізіп, енді бұйырса кешкі сағат 5-те Стамбулға жолға шығамыз. Осымен Анталия жайлы видеомыз аяқталды. Видео ұнады деген ойдамын. Аяғына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.